Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі тез дайындалатын тұшпара дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менде 450 грамм ұн, оған үй температурасында бір жұмыртқамызды саламыз. Кейін жылы суымызға 1 шай ас қасық тұзымызды қоса отырып, ұнымызға құйып, жақсылап отырып қамыр илейміз. Қамырымызды қолымыздың көмегімен жақсылап отырып илейміз. Ие қанған қамырымызды салафанға салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Кейін менде салмасына тартылған ет және ұсақтап туралған пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз және де жақсылап отырып араластырамыз. Кейін салафаннан қамырымызды алып шығып, тағы да илеп, салафанға 5 минутқа салып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, мен өзіме ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламда, жұқа қылып жаятын боламыз. Қамырымызды осылай жұқа қылып жайып, дөңгелектеп кесіп аламыз. Дайын болған қамырымызды алып, осылай бір-бірден түйеміз. 1 шай ас қасықтан сала отырып, тұшпарамызды түйіп дайындаймыз. Міне тұшпарамыз түйіліп дайын болды. Кейін мантаваркада немесе сорпада пісіріп алуыңызға болады. Осымен біздің өте дәмді сорпада және мантаваркада піскен пельмендеріміз дайын болды. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.